Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kelесі сабақ 9-шы сабақ. 9-шы сабақта біз созу белгілерін үйренеміз. Яғни мәтке ұқсайды. Әріптің үстіне немесе астына қойылатын созу белгісі. Сол созу қойылған әріптің харакаты жоғары немесе төмен созылып оқылады. Созу белгісі былай белгіленген. Мысалы, оқимыз. Рах мәни. Мә деп созамыз да не дейміз? Зәлика. Зәлика. Хә бә. Екеуі бірдей созылады. Хә бә. Құр ә нун. Әлифтің үстінде созу белгісі тұр. Сол кезде оны ә деп созамын да нун дей саламын. Ди ну кум. Әл-лә-ви-нә. А-ли-мун. Мут-тә-қин. Мут-тә-қинә. Егер созу белгісінен кейін я немесе вау сияқты әріптер келсе, онда я және вау әріптері оқылмайды. Мысалы, жай созылады. Ху, дә. На оқылмайды. Хай, я. Әд, ра. Му, сә. Тақы, вә. Сол, лә. Сәу, вә. Әу, лә. Ға, дә, түн. Зә, кә, түн. Са, лә, түн. Мә, нә, түн. Хә, я, түн. Нә, жә, ти. Хәс, нә. Яс, ра.